Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәрбие сағатын мен өмірді сүйемін деп аталады. Тәрбие сағаттың мақсаты өмір адам баласына бір-ақ рет беріледі. Ол өте қымбат сый екенін түсіну керек адам. Асыл қасиет адамның бойында болатын түсінуге ықпал ету. Яғни сіздердің бойларыңызда қандай асыл қасиет бар, адам өзі оны ұғынуы қажет. Әркім өз-өзін тек жақсы біледі ғой, тек өзін ғана, біреу оны сырттан болжамдап айтады. Ол мысалы осындай қыз, осындай тұлға деп. Ал жалпы адам өзін жақсы бағалайды. Жақсы қасиетке үйретіп, жаман қасиеттерін жирену арқылы адамгершілік сезімдерін дамыту, студенттердің өздерін жан-жақты тереңірек ашуына бағыт-бағдар беру болып табылады. Қазір мындай ғой. Адамның өзін-өзі тәрбиелеуде асқан шыдамдылық, қиыншылықтарға төзімділік, ерекше ұстамдылыққа машықтану керек. Ата-ананың тілегі, баласының жақсы адам болуы, еңбексүйгіштігі, оқу мен еңбектегі табыстары. Өмір дегеніміз арнасы кең өзен. Сол өзеннің өз арнаны тауып ағу басты мақсат болып табылады. Әрқайсысында қазіргі таңда алдыларға қойған мақсаттарың бар шығар, Иә. Мысалы, қандай мақсат қазіргі таңда? Қазіргі таңда сабағымызды жақсы оқып, оқуды жақсы бітіріп, жақсы маман иесі болу. Мөлдір, сенде ше? Жақсы маман иесі атану. Жақсы бір маман иесі болу, Бұл қазіргі таңдағы ең алдыға қойған мақсаттардың бірі екен. Сонымен қатар жақсы маман болу үшін іздену керек, толық іздену керек. Сондай-ақ ізденумен қатар видео көрініп тұр ма? Менде өшіп қалды, қыздар. Кіріспе тұр менде. Менің видео. Менің түрім деген ғой. Көріп тұрған. Жоқ, сіздікі көрініп тұрған жоқ түріңіз. Неғып? Жарайды. Сонымен қатар іздену керек әрдайым. Сондай-ақ денсаулыққа қарау керек, денсаулық ең бірінші денсаулық болмаса, ол қалғанның барлығы мақсат болғанымен ол орындалмай қалуы мүмкін. Сондықтан ең бірінші адам өзін жақсы көру керек, өмірді жақсы көру керек, және өзін жақсы көру керек. Өзін жақсы көрген кезде ғана ол өмірге деген құштарлығы артады, өмір сүруге деген өзінің бір мақсаты толықтай қалыптасады. Жақсы өмір бұл, қалай деп ойлайсыңдар? Жақсы өмір бұл қандай мағынаны білдіреді, өз ойларым? Қыздар, естіліп тұр ма? Иә. Жақсы өмір, қалай деп ойлайсыңдар? Жақсы өмір сүру үшін, жақсы өмір бұл жалпы қандай анықтама беретін едіңдер өздерің? Жаңағы жоғарыда айтып өткен мақсат қоюдан басталады, Жақсы өмір бұл белгілі бір мақсат қоюдан басталмай ма? Сонда ғана адам сол мақсатқа қарай міндеттерді орындайды, міндеттер қояды алдына. Міндеттерді қоя отырып, өмірінің жақсы жаққа жүргені өзінің мақсатының орындалғанынан көрер екен. Жақсы өмір бұл, яғни мақсат қою, алдыға мақсат қою, адамгершілік, өмірге деген қызығушылықты дамыту, өмірді жақсы көру. Керіс ойды, яғни мен психолог болсам, күштелеп айтып беретін едім. Өмірге деген жақсы бағыт, бағдар қою. Ал бақытты адам, ол қандай адам? Қандай адамды бақытты адам деп ойлайсыңдар? Ол өмірде өз орнын таба білген адам, бақытты адам. Сонымен қатар, бақытты адам ол мөлдір? Өз ісін жақсы көретін адам. Өз мамандығын жақсы көретін адам.
Сендерді айтады ғой, мысалға, өмірде екі нәрсені жақсы таңдау керек. Сол кезде адам бақытты болады дейді. Біріншісі мамандықты таңдау, екіншісі жар таңдау, яғни отбасылы болу. Отбасында жақсы қарым-қатынас, жақсы көретін адам болса ғана, содан кейін барып жұмыста жақсы көретін маман иесі болсаңдар, онда сол кезде бақытты тұлға қалыптасады. Егер де үйде жақсы қарым-қатынас, қолайлы жағдай болмаса, онда жұмыста ешқандай зауқы адамның болмайды. Өздерің ойлап қараңдаршы. Сол кезде бір бағыт ақсап тұрады, яғни үйдегі. Немесе керісінше, үйде бәрі жақсы, ал мамандық дұрыс таңдалмаса, онда жұмысқа деген зауқы болмайды, тағы да бір жағы, таразының бір жағы төмен түседі. Сонда ол бақытты адамның бақытты тұлға қалыптаспайды. Бақытты адам ол, яғни отбасын құрып, жақсы жұмыс жасап, денсаулығы мықты деп жан-жақты айта беруге болады. Бақытты адам екен. Мен адамдарды жоғары бағалаймын. Адамдардың қандай қасиетін жоғары бағалайсыңдар? Шыншылдығын, мейірімділігін, адалдығын, еңбекқорлығын, Мөлдір, қалай ойлайсың? Мөлдір, микрофонды қоса ғой. Менің өмірімнің маңызы мынада. Әркімнің өмірінің маңызы болады, белгілі бір жақсы көретін адамы болады, анасы, мысалы, делік. Мүмкін маңызы сода болады. Не болмаса, жақсы таңдаған мамандығы. Сіздердің өміріңіз маңызы неде? Қазіргі таңда отбасым. Отбасы маңызы болып табылады. Жақсы. Мөлдір, араласып отырыңыз. Сосын арасында жазып қойыңыздар топқа. Қоса берсін. Өмір мектебі. Өзіңді танығың келсе, адамдардың ісіне қара. Өмірді танығың келсе, өзіңнің жүрегіңе үңіл дейді. Яғни өзіңді танығың келсе, жан-жақтағы адамдардың ісіне қарап, бағалау жүргізу керек. Біреу жақсы істер істеп жатса, мен де неге істемеймін, мен сондай жақсы істерді істеп жатырмын ба? Не болмаса біреуге біреу көмек көрсетіп жатқанын көрсе, мен неге көмек көрсетпеске деп адам өз-өзін, мен ылғи айтамын сендерге, адам өз-өзін тәрбиелегенде ғана түзеледі. Біреудің айтқан ақылын көбінесе сіздердің жастарыңызда көргілеріңіз тыңдағыларыңыз келмейді. Өздеріңіз бір бағытқа бұрмаланып, жақсы біреудің ісін бағалаған кезде ғана, соны өздеріңізге тәжірибе ретінде, бір ақыл ретінде ұғынған кезде ғана адам өз-өзін тәрбиелей бастайды екен. Яғни адамдардың ісіне қара дегеніміз, біреудің жасаған жұмысын өзің де жасап көрсең, онда мен неге жасамаймын деген сұрақ туындаса, онда өзіңізді танып білгеніңіз деген сөз. Бұл өмір мектебі екен. Ал өмірді танығың келсе, өзіңнің жүрегіңе үңіл дейді. Яғни кім қосылды бізде? Қымбат қосылыпты, қымбат кешіктіңіз ғой. Сәлеметсіз апай, мен үлгермей қалып едім. Енді біз тақырыбымыз мен өмірді сүйемін деген тақырыпта өтіп жатыр. Яғни өмірді бағалай білу керек. Қазіргі таңда әртүрлі жағдайлар орын алады. Сіздер мысалға сабақтарыңыз дұрыс жүрмеуі мүмкін, сондай-ақ сессияны дұрыс тапсырмай, тапсырмаларды уақытымен орындаламай жатқан кезде күйзеліске түсесіңдер. Сол кезде өмірдің басқа да бағыттарын қарастырып, бақытты уақытты, жаңа біз алдында айтып кеттік, бақытты адам, адамның жақсы қасиеті, яғни өздеріңіздің бұның бәрін не үшін айтып отырмыз? Жақсы қасиетті тудыру, жақсы нәрсені ойлау, сол кезде ғана сіздер бақытты адам бола аласыздар. Яғни күйзелістен шыға алады екенсіздер. Ал өмір мектебі деген өлең жолдарынан талдау жасап жатырмыз. Өмірдің танығың келсе, өзіңнің жүрегіңе үңіл дейді. Өздеріңге саралау жасап, өздеріңіз зерттей отырып, өздеріңіздің қандай тұлға екенін қалыптастыруға болады.
жаман әдеттерден, жаман ойлардан арылу керек. Қазіргі таңда өмір бір-ақ рет берілгеннен кейін оны жақсы жақтарымен ғана өмір сүру қажет. Қымбат, сонымен қатар біз екі нәрсені жақсы таңдау керектігін айттық. Қалай ойлайсың, өмірде нені жақсы таңдау керек, екі нәрсені? Білетін шығарсың, не? Болашақ ұстазсың ғой. Иә, әрине, өмірде мамандықпен Демеу көрсететін үнемі өмірлік жолдасыңды табу керек. Иә. Яғни сол кезде өмірің жаңағы жақсы жағына орал, бақытты адам болады екен. Бақытты адам ол өмірді сүйетін адам екен. Өмір деген, мынаны біреуіңіз оқып шығыңыздар, студенттермен пікір алмасайық. Қымбат оқиғашы слайдта берілген тақпақты өлең жолдарын. Өмір деген тұрмайды қап-қарадан, өмір деген тұрады ақ-қарадан, ақ-қара екі арасын ашып өтіп, арамен өз бақытын тапқан адам. Яғни қап-қарадан деген ол бірде жақсы жақтары болады, бақытты шақтар. Бірде бір көңіл күйіміз түсіп, белгілі бір күйзеліске, жаңа айтып өттім ғой, сондайдан тұруы мүмкін, өмір деген. Сол кезде ешқашан мұңаюға болмайды, әр нәрсенің өзінің бақытты шағы болады деген мағына деп білемін. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Менің ойымша, сіздікіне қосылам әрине. Түннен кейін әрқашанда күн шығады ғой. Сол себепті әр қиындықты өзіңе өмірлік сынақ ретінде қабыл етіп, содан жақсы бір шешім шығара білу керек деп ойлаймын. Дұрыс. Әркімнің өз ойы болады. Келесі, Мөлдір, қосылып отырсың ба? Иә, апай, маған дауыс просто ақырын естіліп тұр. Ақырын естіліп тұр ма? Мынаны оқышы, біз сенің даусыңды жақсы естіліп тұр, оқи бер. Өлеңіңді. Оқи берейін бе? Иә, оқи ғой. Өміріме өзімнің таң қалмаймын деп қатардан қамданамын. Бүгін күнімді өткізсем қиындықпен, ертеңіме үмітпен қамданамын. Осыны қалай ойлайсыңдар? Қандай мағынада айтып тұр? Яғни, бүгінгі қиындығым ертеңгі бақытым деп білемін деп түсінемін. Мысалға, бүгін сол қиындық, ертең мысалға бір нәрсенің шешімі немесе бір жақсы бетті, өмірдегі жақсы бетті ашатын шешім болуы да мүмкін ғой. Барлығы уақытша, яғни мынандай сөз бар ғой, уақыт емдейді деген, яғни әрбір күйзелістің, әрбір көңіл күйдің, түсудің, оның өзінің уақыттық шегі бар. Уақыт өте келе, ол да ұмытылып, алдыда жақсы бір күтіледі. Мысалы, қазіргі кезде сендер үшін алдыда келатқан сынақтар, емтихан қиын болып көрінуі мүмкін, ал ол өткеннен ол бір жеңіл нәрсе сияқты көрінеді. Яғни оның алдында бір жақсы нәрсе күтіп тұр. Мысалы, мәселен, былтыр осы кезде сіздер ЕНТ тапсырып жаттыңыздар, Ол да бір қиын нәрсе сияқты көрінді ғой. Бір жыл бойы сіздерді дайындады, қиын нәрсе сияқты. Ал өтіп кеткеннен кейін, одан да жақсы нәрселер бар екенін көрдіңіздер, Мысалы, деп соны келтіруге болады. Яғни кез келген уақытта өмірді сүйе білу қажет екен. Үнді данышпаны былай дейді. Өсиет сөздері. Ең бастысы жүрегің таза болсын. Өмір сенің мүмкіндігін пайдалана біл. Өмір сұлулық сүйсіне біл. Өмір арман жүзеге асыр. Өмір парыз орындай біл. Өмір ойын ойнай біл. Өмір байлық бағалай біл. Өмір құпия сырын аш. Өмір қайғы көтере біл. Өмір күрес жеңе біл. Өмір бақыт баянды ете біл. Яғни соңғы қарақшы, өмір бақыт баянды ете біл. Яғни біл деп ол кімге айтып тұр? Бізге. Әркім, яғни жүрегіңнің таза болуы, армандар, оны жүзеге асыруы, құпия, қайғы, оны көтере білуі, күресе білуі, яғни адамның өзіне байланысты екен. Біз бақытты өмір сүруіміз өзімізге байланысты болып табылады екен. Жаңа мен видеоны көрсетейін. Егер де дауысы естілмесе, онда айтыңдар, мен түсіндіріп өтем видео не туралы екенін.
естіле ма? Жоқ, пока что естіліп тұрған жоқ. Журналист қой, иә, бұл эксперимент жүргізейін деп тұр қазір. Көшеде жаңағы арба бар ғой, мүгедектер отыратын, иә, соған отырады да, мен бақыттымын деген қолына тұр ғой табличка, соны ұстап отырады. Соған елдер қалай назар аударатындығы туралы эксперимент жүргізеді. Естіліп тұр ма? Жоқ. Естілмейді ма? Онда былай өткізейін. Көбісі мұнда күйбең тіршілікке де күнделікті іспен мән бермейді екен. Ал кейбіреулері ақша салып кетеді бұл қызға, мүгедектеп, жаны ашырып. Бұндай жандарға көбінесе жанашырлық танытады, көбісі, көп елдер. Ал негізінде бұл сондай жағдайға түссе де өмірді сүйе білетін адамдар, нағыз сүйе білетін адамдар, өмірдің қадірін нағыз біле алатын адамдар. Не үшін бұл сіздерге мен көрсетіп жатырмын? Қазіргі кездегі өмірлерінде бағалай біліңдер деген мағынада мен осы видеоны көрсеткім келеді. Бұнда кейбіреулер айтады, мына жігіт тұр ғой, видеода көрініп тұр ма? Иә, осы айтады, сіз әдемісіз, сіз жаңағы бұдан да бақытты боласыз болашақта, сізді міндетті түрде жүріп кетесіз деп жаңа жанашырлық тудырып жатыр. Суретке түсіріп, басқа достарыма көрсетейін, қандай бақытты адамдар бар екенін деп жаңа өмірін бағаламай жүрген адамдарға мен көрсетейін деп көрсетіп жатыр, түсіріп жатыр да суретке. Ал мына қыз сізбен құшақтасуға бола ма дейді. Жай ғана құшақтасайыншы сізбен дейді. Бұл бейнероликті қалай түсіндіңдер? Қандай мағынада сендерге мен көрсетіп жатырмын? Қыздар, естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр апай. Бұл бейнероликті мен жаңа қысқартып енді қоя салдым, дауыс естілмегендіктен жалпы түсіндіріп өттім не туралы екенін. Сендер қалай ойлайсыңдар? Не үшін бұл қыз солай отырды көшеде? Адамдар қандай ой түйдіңдер осы видеоны көріп, мен айтқанымды естіп, қандай ой түйдіңдер өздерің? Өмірді бағалай білу керек. Өмірді бағалай, әр сәтте өмірді бағалай білу керек. Бағанадан бері мен айтып жатырмын, осы слайдты басынан бастап, кез келген жағдайда өздеріңді түсіріп жібермей, бақытты шақтарды ойлау керек, және тек болашақты ойлау қажет. Осы видео туралы ой қосарларың бар ма? Мөлдір, Фатима? Естіле ма, қыздар? Иә. Жақсы, өздерің енді жалпы өздерің ойларыңды өздерің ойланып көріңдер тағы да, одан кейін, сабақтан кейін іштей. Қорытынды, әр адам өмірдің Алланың сыйы екенін ұғынғаны жөн. Жарық дүниеде тірі жүрудің өзі де бақыт. Біздің өміріміз қара белдеу сияқты екенін ұмытпаңыздар. Қиын уақытта көңілге істің арты сәтті болу керектігіне сену қажет. Сол кезде әр істің арты сәтті болатын сезімдер келеді. Тек қиыншылыққа беріліп, жеңілмеу керек екенін ұмытпаңыздар. Осы тәрбие сағаты өте отырып, сіздер жақсы бір ой түйеді деп ойлаймыз. Қатысқандарыңызға рахмет, қыздар. Сізге де рахмет. Сізге де рахмет, апай. Уақыттарыңды бөліп,